Сөзге жаңа ғана араласып, билік айтуға талаптанып жүрген 3 жас жігіт сәлемдесіп, жүз көрісіп, әрі ой жарыстырмақ ниеттермен Төле бидің үйіне келе қалады. Төле бидің жасы ұлғайған шақ екен. Құс жастық мамық төсекте жатса керек. Қасында жастау келіншегі отыр екен. Үйге сәлемдесе кіріп келген 3 жігіттен жөн сұрасқан Төле би оларға төрлетіндер дейді. Әдет бойынша қонақтарға сый-құрмет көрсету керек. Ас, су қамданып кіріп шығып жүрген келіншектің жүріс-тұрысы өте тәрбиелі, тым сыпайы, оның үстіне көз жауын алғандай сұлу да екен. Келіншекпен дидарласуға биден бата алмай жігіттер бірін-бірі көз қиығымен түсініп отырады. Шыдамы таусылғандай шай үстінде келіншекті сөзге тартпақ ниетпен шешендеу біреуі киіз үйдің іргесін түріп жіберіп, анау судың бойындағы мынау көлдің жағасындағы кімдердің ауылы деп сұрай берсе керек. Сонда келіншек, үлкен-үлкен көлдердің бойында үлкен-үлкен билердің ауылы тұрады, өздеріңдей шолақ билердің ақылы көзінің ұшында тұрады деп жауап берген екен. Келіншектің жауабынан кейін жас билер Төле бимен сөз жарыстырмай-ақ тез аттанып кеткен көрінеді дейді.